деген, қамқоры әрбір үйдің, әпке деген таңдайдан төгіледі тәтті жырың. Арнайы айтпағанмен мақтап өлең, ініңнің түзеп қанша әттегенін, жеткіздің төбемізді көкке керім, бауырым бар бақыттан. Сәлеметсіздер ме, оқушылар, әріптестер? Балалар, балық деген сөзді қалай түсінеміз? Кімнің түсінігінде балық? Ал Сая. Бір анадан болған адамдарды айтамыз, иә? Жақсы. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы. Онда біз бүгінгі психологиялық ахуалды реттеп алу үшін сіздермен бүгінгі көңіл күйімізді реттеп алады. Бауыр керек өмір өмірде жаман жақын, тек жақсылық жасауға таңданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздеріңнен ақтанатын. Бауыр керек дәлем ауыл бөлек, бауырласы жүргенде ауыр емес. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Әр қазақ менің жалғызым демекші, әр қазақ менің бауырым деп, бүгін біз бір-бірімізді сыныптас емес бауыр ретінде біліп, бүгінгі сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бауырлардың ортасында бастағалы отырмыз. «Әпке» драмасының авторы кім екен балалар? Дулат Исабеков, иә? Ал Дулат Исабеков туралы кім мәлімет айтып жүреді? Сайрам ауданында дүниеге келген. Оның көптеген шығармалары бар. Көбінесе осындай драмалық жанрларды сүйіп жазған. Бұл «Әпке» драмасын шығару тарихы өзінің өмір баянына. Жақсы. «Әпке» драмасы алғаш рет қашан сахналаныпты? 77 жылы, иә? Драма дегеніміз не болар? Тұрғыларға, нелерде оқиғалардың адамдардың сөйлесуі. Иә, монолог. Ал Нұрай. Кейіпкерлердің көпшілікке қарата немесе өзіне айтқан сөзі өсек аңызы. Диалог дегеніміз не? Екі немесе одан да көп адамдардың бір-біріне Кезектесе сөйлесуі. Шығарма неден басталады? Оқиға неден басталды балалар? Оқиғаның басталуы Қамаржайдың қонақжайлығы және жастардың пікір қағысы. Оқиғаның дамуына кейін не керек? Оқиғаның шарықтау шегі, иә? Шарықтау шегі қай жерінде болды? Жылдан бір қалап уақытымыз. Оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шиеленісуі және шешімі. Оқиға қай жерде шиеленісті? Иә. Оқиғаның шешімі немен аяқталды? «Әпке» драмасын мазмұндаймыз. Оқиға қалай басталды еді? Оқиғаның басталуы Қамаржайдың қонақжайлығы және жастардың пікір қағысы болатын. Үйге сұлтанның туған күні болғандықтан Тимурдың үйіне барлық сұлтанның достары келеді, және Тимурдың да достары келеді. Онымен қоса Камила және Светлана келеді. Үйде бақыт деген не тақырыпта сондай бір пікір қағыс болады. Және Камиланың ойынша бақыт деген ол тек қана күліп ойнап жүру емес, бақыт деген үлкен бір жетістікке жетер жолындағы азап деп Камила өзінің ойын сипаттап айтып жеткізеді. Ал одан кейін объективті және де субъективті пікір жайлы тағы да пікір қағысады жастар. Камиланың ойынша Камила әрқашан өзі субъективті пікірмен жүретін болғандықтан басқалары оның Камиланың яғни ойын түсіне алмады. Қазіргі қазақ қыздарының барлығы осы Камила сияқты субъективті пікір болса ол қалай болады деген сияқты сұлтан өзінің ойын ортаға тастап пікір қағысады. Оқиғаның дамуы. Оқиғаның дамуы неден басталды? Қамаржайдың кондуктор болып жұмысқа тұруы және де жанұя жиналысы болуы. Сол кезде Тимур келеді, мен Қамаржайға Мамулямен үйленемін деп айтады. Сол кезде ол үйленуге шешім қабылдайды. Жарайды. Оқиғаның шарықтау шегі. Әр үйдің мүшелері өзінің ойын айтып, Қамаржайдың жұмыс мәселесін қарастырады. Темірбек қайда жұмысқа кетуге
иә, ал Рамазан КамАЗға компаниясына кетуге. КамАЗға жұмысқа кетуге дайындалып жатыр. Үйдегілердің әрқайсысының жаңағы көңіл күйлері. Қамажай ол Тимур кететін кезде қатты қуанды, өйткені оның жұмысқа тұру көтерілгені өз баласындай болып келген, өзінің баласының көтерілгені оны қатты қуанды. Ал Назира қарсы болған себебі ол өстім мөнді мен сендер маған керек емесіңдер деп оны тастап келгені, әпкесін тастап кеткеніне оны қынжылтырды. Дұрыс, қынжылтырды. Ал Омардың пікірі қандай болды балалар осы кезде? Омар. Мен айтсам Омар. Ал осы кезде Омардың пікірі, Омар айтады ғой, менің нем жоқ, сендерге ешқандай қасылы жоқ. Өздеріңе өздерің жүре беріңдер, ол өзі білсін не істесе деді ғой. Иә. Оның мүмкін осы жерде бағы жанып еңбегінің жемісі ашылып, жаңағы жұмыстары жақсы болып кететін шығар, иә? Үлкен махаббаттан бас тарту. Яғни бұл кімнің арасында болды? Иә, Қабен деген кім? Қандай кейіпкер? Сөйлеп кетші бізге. Қабен ғашық болады Қамажайға. Және ол өзіне Қамажайға сөз салған кезде Қамажай бас тартады, бауырларын ойлап бас тартады. Иә, Қамажай өзі кім? Қамажайға бір суреттеме жасап берсінші. Қамажай ол басты кейіпкер. Иә. Бауырлардың ең үлкен әпкесі. Және Қабен оның сүйікті өзінің жігіті бар, Қабен деген. Оған кері жауап берген жоқ. Аманатқа естемей, менің бауырларын естеп тұрғанда мен өзінің бақытымды ойлай алмаймын. Әкесі оларды өзіне басқа жар тауып, балаларын тәрбиелеп қояды. Ал, жарайды. Үлкен махаббаттан бас тарту. Яғни, әпкесі жағын айтпақшы, өз махаббаттарынан бауырлары үшін бас тартып, өзінің жігітіне жоқ деген шешім айтты. Одан кейін, әпке келін, әпке іні, әпке қарындас арасындағы кикілжің. Тимурдың үйден кетуі. Тимур не себепті де кетеді? Камила бізде Тимурдың әйелі болып үйге келеді, яғни сол үйдің келіні, Қамажайдың келіні. Сол сәтте Камиланың баласын алдырып тастағанын біліп, Қамажай өте қатты қынжылады. Неге? Өйткені Қамажай олардың анасы сияқты болып кеткеннен кейін немересін өте қатты күтіп кетті болады. Баласын алдырып тастағаннан кейін Қамажай Камиланың бетінен шапалақпен ұрады, және де оны Камила Тимурға басқашалап жеткізіп, Тимур сол сәтте Камиланы алып, өзі басқа жаққа кетіп қалады. Жарайды. Камила қандай кейіпкер? Камилаға суреттеме жасашы. Тілінде уы бар, Тілінде уы бар дейді, иә? Тағы қандай? Темекі тартады екен тағы да. Иә, ал. Жарайды. Оқиғаның шешімін айтайықшы. Оқиға немен аяқталды? Диар айтшы сен сөйлейсің. Оқиғаның шешімінде Қамажайдың мерейтойы болды. Яғни ол үлкен жасқа келіп өзінің туған күнін кезде үйде тек қана ермек екеуі ғана болды. Сол кезде көрші апай келіп сұрайды, сен қанша уақыт бойы оларды бағып қақтың? Ол төртеуі қай жерде? Сен қанша алмайсың олар үйде жоқпын дейді. Жоқ, олардың төртеуі өздерінің өмірінде орын тапты. Қазіргі уақытта Назира ағылшын тілінен мұғалім. Ал Омар өзінің ғылыми жобасын қорғап, диссертациялық жұмысын қорғап, ол іске асып университетынан жұмысқа алады. Темірбек ол КамАЗ компаниясынан үлкен бригадир болып істеді. Бұл төртеу өмірде өзінің орнына өте қуаныштымын, мен қынжылмаймын дейді. Біздің жаңа сабағымыздың мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Сабақ мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін ашу мақсатында монолог, диалогтарды талдайды, құндылықтарға баға береді екенбіз. Бетпе-бет әдісі бойынша бастағалы отырмыз. Ал сәлеметсіздер ме, құрметті бетпе-бет студиясының бағдарламасының көрермендері. Бүгін біздің жерлесіміз шоқтығы биік драматург Дулат Исабековтың әпке драмасының кейіпкерлері біздің бағдарламада бүгін қонақта. Әпке драмасы сонау жылдан бері сахналанып жүрсе де,
оқырмандарын әлі күнге дейін қызықтыратын өте өзекті, өте қызықты драмалардың бірі. Сондықтан мынау қалың оқырманның сұрау бойынша бүгінгі біздің бет-бет студиясының қонақтары осы әпке драмасының кейіпкерлерін қонақ ретінде сіздерге шақырып отырмыз. Әпкемен өзінің өмірінде әпкемен болмаса біз қалай болар жерде үш баламыз, ер бала. Күйеуі тиіп кеткен әпкелерім кезек келіп үлкен аға 10-шы класста ғой. Әкемізден көпті жеңіріміз ғой енді. Жыл болды, қайсы болған бара жатыр. Мен көрмеген сияқты көрмей сөйтсем 6 жасқа, 5 жасқа сондай ақылы бармыз. Мен сол жолымыз қалдық қой енді. Ол кезде 10-шы класста. Оқу түсуге деп жүрді. Оқу түсті қойған. Ол кезде заң бойынша мектепте 10-шы класста үздік оқып жүрген балаларды әпке Советтің өзінің басынан өткен оқиғасы екен, иә? Кейіпкерлерді отырғызсақ, енді біз осы шығарманы оқу барысында сіздерде қандай сұрақтар туындады? Біздің кейіпкерлерге сұрақтарыңызды қоя отырсаңыздар, көкейлеріңізде мазалаған, осы қызықты бір шиеленіскен тұстарынан сұрақтарыңыз болса, біздің кейіпкерлерге қойсаңыздар. Ал Ұлсая, сіз кімге қоясыз? Бізде Қамажай қонақта отыр, бізде Камила отыр, бізде қонақта Темірбек отыр, Омар отыр, және Назиля отыр. Осы кейіпкерлерге өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Менің қоятын сұрағым ол Тимур. Сіз қаншама қыздың, қаншама қыздардың арасында не үшін Камиланы таңдаған себебі мен махаббатта адамның өзі соқыр болып қалады екен. Мен оның мінезін түзетіп аламын деп ойлаған едім. Сол үшін Камиланы таңдадым. Ал келесі сұрақ кімде? Омарға қойып отыр. Омар, сен көбінесе ғылыми тұрғыда қарағанда деп ғылыми тұрғыда сөйлейсің. Ал егер ғылымсыз сөйлесек, ол қаншалықты дұрыс? Мен тағы да бір айтамын, ғылымға негізделмегендер әлсіз болады. Қазіргі уақытта көптеген жастар ғылымға негізделмеген жауап беріп, нарқау келге белгілер болып қателесіп жатыр. Мен кез келген затты қайта тәжірибе ретінде ғылыми тұрғыда өткізіп, оның дұрыс жолын алғым келеді. Қазіргі жастарға дұрыс жауап беріп, олардың қателескенін қаламаймын. Менің сұрағым Назиляға. Назиля, сіз өте жағымды кейіпкерсіз, әпкеңізге өте қамқорсыз. Үйдегілеріңіздің бәрі мәселеге шырқы болып жүрсіз. Бірақ Тимур ағаңызға КамАЗға бригада жұмысына кететін кезде неге ашуға болып отырсыз? Өйткені менің ашуға болған себебім ол өстім міндім дегенде енді өздері адам болыңдар дегенде бізді тастап кеткені мені қынжылтты. Ал Данэлия? Менің сұрағым Камилаға. Камила, егер сіздің мүмкіндігіңіз болса, қай мінезіңізді өзгертіп береріңіз? Маған негізі өзімнің мінезім ұнайды, яғни өз мінезімнен ешқашан бас тартпағанмын. Бірақ кейде адамдарға тік айтатын бар. Сол мінезімді кішкене өзгертсем деймін. Маған да едіге айтпақшы, Камиланың кішкене бір мінезінің шеттерін байқап қалған еді, иә? Камилаға сұрақ бар ма тағы? Ал қара. Камила, сіздің ойыңызша бақыт деген азап болса, оның несі бақыт? Ол менің өзімнің субъективті пікірім. Яғни мен адамдарды объективті пікірмен өмір сүру ол қате деп санаймын. Яғни адамның өзінің жеке өз пікірі болу керек. Яғни ол бақыт деген, азап деген ол бос сергелдең, яғни күйбең тіршіліктің азабы емес. Ол адамның өзінің үлкен бір мақсатқа жетудегі азап. Яғни Достоевский, Королев мысалы алатын болсақ, олар жайдан жай күйбең тіршілікпен азап шеккен жоқ. Яғни олар адамзатқа деген, яғни ғылымға жететін жолдағы үлкен мақсаттағы азаптарды шекті. Ал ол мақсатқа жетудің өзі бір бақыт. Ал Мен сұрағым Назиляға. Сіз әпкеңіздің кондуктор болғанын қаламай жиналысқа салдыңыз. Неге Қамажайда өз бетінше жұмыс жасап, елмен араласқанын қаламадыңыздар ма? Үйде қашан болып демек? Камил жаңағы әпкесінің жұмысқа тұрғанына отбасы мүшелерінің бәрі қарсы болып жиналысқа салды. Ал осы жерді кішкене бөлмеген
кіріп сондай аласыздар ма? Жолдастар, бүгін біздің әкемнің жеке мәселесін қарауға арналған үй жиналысын ашық деп жариялаймыз. Бұл жиналыс ашық дегендеріңіз қол көтеріңіздер. Оспанова Қамажайдың өзгерт осылармен ақылдаспай өз бетінше жұмысқа тұрғаны бәріміздің жынымызға тигені белгілі. Бұл мәселе жайында тағы кімнің қандай ойы бар? Ойбай-ау, сендерді боларымен мен сәл кешігіп қалғаным. Оспан басыңыз, әпке немесе мамуля демеуші едіңдер. Сіз бұл жайында өзіңізге сөз берген едіңіз. Бұл тұрғыдан қарағанда әрбір адам өз қоғамына қай жағынан да пайдалы болуға тиіс. Еңбекті творчество деп қарауға қалыптасып келе жатқан жаңа психология ұсынды. Университетінде лекция оқып тұрған жоқсыз. Сондықтан нақты сөйлеңіз. Ғылымға негізделмеген дәлел әлсіз болады. Сондықтан сізге түсінікті болсын деп. Иә, әйтеуір тез айтып болшы. Бұл кісінің жұмысқа орналасуы заңды, бірақ біз үшін тым күтпеген жайт. Бұл мәселені қадағалаумен қарастырып, шешім шығаруымыз керек. Болдың ба әйтеуір? Болдым. Мұнда отырыңыз. Сендер менің жұмысқа орналасуымды намыс көріп отыр екенсіңдер ғой. Бұларың дұрыс емес. Жұмыстың жаманы жоқ. Мен кондуктор болсам, ай сайын айлығы алып отырсам, бізге тым артық бола ма? Жоқ, сіздің кондуктор болам дегеніңіз бізге мүлдем ұнамайды. Ұнамайды. Бұларың дұрыс емес. Жұмыстың жаманы жоқ. Ермекжан есейді, үйде өзі қалай тұрады, немесе кейде өзімен бірге алып кетеді. Ай сайын алып отыратын айлық табысым бізге ешқашан артық етпес. Кейіпкерлер сіздерге біраз біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз өз сұрақтарын қойды. Ал енді сіздердің мынау аудиторияға, қалың оқырманға қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңызша мен осы 4 бауырымның әпкесі ретінде, бауырларыма жанашыр адам ретінде, жанашыр жан ретінде оларға ана мейірімі бере алдым ба? Қамажай апай, сіз өзіңіздің міндетіңізді дұрыс атқара алдыңыз. Себебі 4 бауырыңыздың жағдайын жасап, оларды үлкен жетістіктерге жеткіздіңіз және өзіңіздің деңгейіңізді жоғарыға көтердіңіз. Осы әпке драмасында қай кейіпкер ұнады? Қай кейіпкер ерекше ұнады? Қамажай ұнады маған. Өйткені өте ол бауырмашыл, өзінің бауырларына тәрбиелеуін беріп, әрқашанда біреудің ара-жігін ақтамаңдарды үйретіп, ана мейірімділігін берді. Жақсы. Сіздер бұл драмада қандай отбасылық құндылықтарды ала алдыңыздар? Иә, қандай отбасылық құндылықтар бар екен? Әпке драмасы өте әсерлі болды және кейіпкерлердің диалогы бәрі өте жан-жақты қозғалды. Бұл драмадағы құндылықтар жанашырлық, бауырмашылдық және мейірбандылық. Бұның барлығын әпке драмасында Қамажай атқарды деп ойлаймын. Иә, менің аудиторияға қоятын сұрағым, Омар өзі білімге, ғылымға жақын адам. Ол әрбір өзінің рөлінде, әрбір сөзінде ғылымға сүйеніп, әрбір сөзін тәжірибеге сүйеніп жауап береді. Сіздерге сұрағым, Омардың ғылымға, тәжірибеге сүйенуі қателікті қаламауы әрбір адамның жауабының дұрыс болуы қаншалықты дұрыс? Сіздер қазір ғылым білімге өздеріңіз қаншалықты жүрмейсіздер? Жастарымыздың қазіргі бүгінгі ғылымға деген бетбұрысы қандай? Жастарда ғылымға деген құлшыныс өте жоғары. Сондықтан олар қазір тек ғылыми тұрғыда жұмысқа тұрады. Иә, соған біздің елімізде жағдай жасалғанда, иә, қазір біздің мектебіміздің өзінде білімге, жастардың жаңағы шет мемлекеттерде оқуға, өзінің білімін толықтырып, түрлі зияткерлік мектептерде білім алуға барлық жағдай жасалған екен, иә? Ал, Камила. Сіздер кейіпкерлердің қандай мінездерін ала алыңыздар? Яғни объективті пікір дұрыс па, әлде субъективті? Адам жеке өзінің пікірімен санасу керек па? Жоқ әлде көпшілікке? Көпшілікті өткені әр адам өзінің ішіндегін айтқан дұрыс, бірақ әр адамның сөзіне де мән берген дұрыс. Өйткені объективті дегеніміз көп адамдарға жағатын, көпшілікпен бірге
болғаны дұрыс. Суицидті деген бір адамның ойы, ал десе біз өз ойымыздан айта берсек те ол да дұрыс емес. Иә, біздің қазақи менталитетіміз, яғни қазақ қыздарының жаңағы өте биязы, өте иманды, жаңағы кісінің бетіне тіке қарамайтын қазақтың қыздары ғой. Иә? Сондықтан үлкен адамның айтқанымен жүретін. Жақсы, рахмет. Егер мен Қамажай Қабенге сол сәтте жоқ емес я деген жауап бергенде, қазір біздің өмір қалай болушы еді? Қалай елестетер едіңіздер? Жоқ дегені дұрыс болды, себебі өзінің бауырларын тастамай, өзінің бақыты үшін емес, бауырларының бақыты үшін бәрін жан-жаққа тұрмысқа шығарып, үйлендіріп, сосын барып тұрмысқа шыққанын қалай. Тимурдың костюмі өртеніп кеткен еді, соны қысқаша жеткізді. Қамажай әпкем Тимур қонаққа баратын кезде костюміне үтікті жабыстырып алып, күйдіріп қойды. Сол кезде Тимурдың қатты несі болды? Ашу шықты. Сол кездегі Қамажайдың монологы екен. Жамбаса құрып кетсін. Костюм деп төбемді оятын болдың ғой. Керек болса баратын жеріңе жалаңаш бар. Мен бір әдейі өртеген дейді. Осылар ренжімесін, қабақ шытпасын деп жар құлағымыз жастыққа тимей жүргенде естір сөзім осы болды ма? Даладан ашуланып келсеңдер, маған зіркілдейсіңдер. Қуанып келсеңдер, маған еркелейсіңдер. Ал мен адам емеспін ба? Мен кімге еркелеп, кімге ашуын көрсетемін? Иә, Қамажай әпкенің бауырлары Қамажайға еркелеп, ішіндегі мұңында, әпкесіне айтатын сырында, қуанса да, қайғырса да әпкесінен алады ақсын. Ал Қамажай әпкеше кімге айтады? Өйткені ол анасының аманатын алды емес па, я? Қай кезде? Анасы өлім аузында жатқан кезде? Анасының уәдесін. Кәні бір-екі сөзбен қорытындылайықшы. Кім өз өміріне осы шығарманың қай тұстарын алды, жаман тұстарын шығарып тастады? Осы шығарманың жақсы тұстарын кәні кім өзіне алды? Қай жері ұнады, қай жерінде қуандыңыздар, қай жерінде мұңайыңыздыңыз, қай жерде ренжіңіздер? Мен өзіме Қамажайдың бауырмашылығын, бауырларына деген махаббатын алдым, иә? Бауырмашылығын, өзінен қарағанда басқаны ойлайтын маза. Маған ол шығарманың ұнамаған жері, Тимур өзіне сай емес әйел таңдап, өзінің отбасын шырқын бұзған жері маған ұнамады. Иә, әпкесіне қайта-қайта ерекшелер, да, Камила? Ал қашай? Маған ұнамаған жері ол Қамажайдың өз бақытын бастатуы. Яғни Қабелмен қоштасқан кезі ұнамады. Ал, жарайды. Біздің ас үйімізде Қамажай әпкенің ыстық шайы бұрқылдап қайнап тұр екен. Дастархан басында 8 адам отыр. Олар кімдер? Олар мені талқылап жатыр. Мен білмеймін, жұмбақ. Кән сол кімдер отыр дастархан басында? Және қандай дастархан басында әңгіме қозғап отыр? Осыны табайықшы. Ағайындарың жауап беріңіз. Даусыңды қаттырашы. Как хотел раз стол көтересіз, а то үйде отыра бергенде адам жалға толы бауырлары Қамажайға әкесіне үйде отырған ешнәрсе шықпайды, көңіл көтеріңіз. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Камиланың сөзі. Жарайды, отырамын. Мұндай болғанын білгенде мен жолдастарымның үйге ертіп келмей ақ кафеге апарып шығатын едім. Бұл кезде яғни Тимур жолдастар екі алып кезінде Назинаға Камиланың құқықтары тақпай, одан кейін сендер сыйламайсыңдар деп, әпкемді сыйламайтын шығар деп, оларды ұрсады. Сол кезде олар ақыланып барлығы келіп қалады. Яғни бұл Тимурдың сөзі. Тимур жолымыз, саған өз басым ренжімеймін. Қайта ризамын. Бұл сөзді бізде Омар айтты, ол КамАЗға бригадаға кетіп жатқан кезде Тимурға айтқан сөзі. Жарайды, отырайық. Келесі қайын. Кішкентай Тимурға осылай дегенде болды, сен кішкентайсың деп ұрысқан өзі бәрібір шықпенді. Ермек сөзі. Отыралым. Ал едге. Сен жасына жетсе егілікке бой қылмасаңшы, тәрініп қайда қайтасың? Кімнің сөзі? Қамажай. Иә. Отыралым.
Өсіріп ешіп, ешіп керегі жоқ. Мен басында қалып баландардың маған деген дұрыс, бірақ қалып ойнады. Bu Nazira Mekuzana. Ya, Nazira. Timur жұмыс Айқын, жылдан жатамыз. Тұрарлық сөз екен, бірақ жақын досының үйіне алғаш келіп отырғандықтан шаңырақтың шырқын бұзғым келмейді. Сұлтан сөз. Жарайды, дұрыс. Шаңырақтың шырқын бұзғым. Түсінсең болыпты. Ағалың бар ма кім мен ағадай өзім қанша. Жарайды. Ал балалар, біз шығарманы талдадық, сұрақ қойдық. Енді біздің кері байланысымыз Қамажай бауырлары үшін өз бағытынан бас тартқаны дұрыс па, әлде бұрыс па? Бұрыс дегенде стикерді мына жаққа, дұрыс дегенде оң жаққа жабыстырамыз. Мейірмен бауырларын көп демеген, қамқоры әрбір үйдің әпке деген, таңдайдан төгіледі тәтті жырың, арнайы айтпағанмен мақтап өлең. Ініңнің түзеп қанша әттегенін, жеткіздің төбемізді көкке керім. Бауырың бар бақыттан артық көрген, білгенге әпке емес пе бақ дегені. Таппасып таланты бар тасқын ұлды, тұлпар қып топқа қостың қас төбірлі. Біздісін бой түзесін, есейсін деп бейнетке жұмсадың ау жастығыңды.